Ассалаумағалейкум. Сәлем, мен Тірамін. Мен бұл жерде ұйықтап, мен заттарын жинап, Табризге қарай бара жатырмын. Табриз деген Шығыс Азербайжан провинциясының астанасы. Және мен шекарада қатты шаршап, мен түнгі 1-де келдім ғой Иранға. И қатты шаршап, мен мінекей мынау шекара, Иран мен Арменияның шекарасы. Мен дәл осы жерде ұйықтай салдым. Иранды көрсетейін ба? Міне Иран. Міне мен сондай красавчик. Иран жалпы жақсы қабылдап алды. Азиз ағам міне Иранның Азербайжаны сәлем айтыңыз. Иә, мінекей мынандай пейнер дейма сыр берді. Нан мен қарным ашып отқан, мен дедім тамақ жоқ қой. Сол керемет болды. Азиз ағам маған кофе алып берді, мынандай десерт, булочка масындай, және маған осындай Белстер деген сусын алып берді. Көп рахмет аға. Біз жолда кесіп басқанша мынандай Белстер деген сусынның ревьюі, кезінде естерінде ма таразылы кәмпиттер болды ғой, лимон дәмімен. Дешес па осындай. Бұның дәмі кәдімгідей сол кәмпиттің сусын түрі. Мінекей мына көпір Иран мен Нахчиванды қосады. Сонда мына көпірден өтсең Азербайжанда боласың. Мінекей. Бұл машинаны қараңдар, араба. Тастан жасалған. Аман жүріңіз аға, рахмет. Сау. Ал кетті Азиз ағам. Біз Табризге басамыз. Бұл Табриз емес, бұл басқа ағалар. But what I noticed is that like when I ask them, are you Azerbaijan? They say no, I'm Turk. Yeah. Why? But they are Azerbaijani. Yeah, There's like 20 million Azerbaijani in Iran. Yeah, but we know all of them are as Turkish people. Yeah, we name it just. But in the food and speed, we speak Azeri. 95% similar as Azerbaijani, not like Turkish. Like ethnically, are they Turks? Like Turkish or Azerbaijani? Azerbaijani. Even our state name is Azerbaijan. East Azerbaijan region, Yeah. West Azerbaijan Yeah, region. we are East Azerbaijan. They don't say ben Azerbaijanman. Yeah. They don't say that. Yeah, we say Turkish. Ah. Tabriz'e Türkçe konuşuyorum. Türkler mi, adamları kim istiyor? Sim karta сатып алып жатырмын. Қолымда қойдым. Сосын мынандай затпен аласың да, бүйтіп қоясың. Сим картаны сонда саған тіркей ма? Мен Табризге жеттім, осындай бір дүкенге келдім. Мінекей. Және осы жерде маған симка істеп беріп жатыр, істеп берді. Бірақ айтады, қалада 7-ге шейін қуатта интернетте ештеңе де жоқ дейді. Интернеттің істемейтін себебі өйткені Иранның оңтүстік провинцияларында өте ыстық ауа райы және Иранда электр қуат жетпейді, өйткені ол көбісін Иракқа сатады. Сондықтан адамдарға жетпеген соң солтүстік провинцияларынан, олар салқындау ғой, ондай ыстық емес, олардан алады да оңтүстік провинцияларына бүкіл электр қуат жібереді, өйткені оларға кондиционерлер, бөлмелердің ғимараттардың іштерін салқындатуға керектірек. Сол үшін осы ай ғана бір әншейінде 2 сағатқа жоқ болады интернет. Бірақ бүгін 5-6 сағат дейді. Біз тамақ ішеміз. Тамақ ішетін уақыт кетті. Ол әншейіндегі емес. Бұны өйстіп тарту керек. И апельсин, портокал шырыны.
және осындай лаваштың ішінде бірдеңе салып берген. Жұмыртқа мен бір шөп па, салат па бірдеңе жапырағы. И картоп лавашқа оралған. Ішінде бір соусы бар ма, сондай бірдеңе. Ал мінекей мынандай қарсы достар тауып алдым. Маған қазір интернеттің мәселесін шешуге көмектеседі. Рахмет, жігіттер, рахмет. Мінекей автобустары Иранның бөлек ерлері, бөлек аренада. Әкесі мен қызы Иранның көшелері. VPN сатып алу керек дейді. Интернеттің бәрі істеу үшін. Сынып тұр. Ешкім түсінбейді. Адамдар ағылшынша білмейді. Шаршады. Ұйқым қалмайды. Ыстықтан шатырып көшіп. Тымырсық болған. Жандар, маған балымыздағы кетіп тұр. Ал, біз қаласында жүрміз. Шаруалармен. Ежелгі саудин. Реконструкцияланған. Мынандай қораптар өте көп. Жәрдем жіберетін сатанға. Айдиye götürüyor Beethoven'e. Мінекей байқасаңыздар, ханымдар андай қалай айтсам болады, негізі кигілері келмейтін сияқты хиджаптары. Тек былай, қалай айтсам болады, кішкене былай шашына, басының арт жағына ілік қояды, бас киімін, и сосын жүреді. Көбінесе ашық жүреді. Осылай. Осылай емес енді, бірақ андай басының көпшілігі шашының да ашық тұрады. Where are you from? I am from Kazakhstan. Kazakhstan. You want to say hi to my vlog? Channel YouTube? Yes. Adi channel. Caesar's pizza var ekan. Бұл деген әлемнің көпшілігінде жоқ мына пицца деген. Америкада бар. Тура Американың бренді. Және бұл Иранда жүр ме? Қызық. Қандайлар бар? Әрақты жәнейді. Can I stay? Yes. Okay, hold this. I cannot like do boom boom. I cannot. Maşallah. Ha. O da gel. Gel. Oy arkadaş, oy. Benim burada ha. Yo, İran'dan mısın? Çotan. Pazarga geldik.
Farmer is the most occupation in the world. Eng ежелгі мамандық жастар Realda сынау. Елу рет. Міне. 1 миллион реал. Елу рет. Бірақ 10 миллион емес, негізі логикасы басқаша бұл жерде. Бұнда тұманмен санайды, демек 10 есе азырақ ақша. Мысалы, 1 миллион реал деп тұрма, олар 1 миллион демейді. 100 мың тұман дейді. Демек 10 есе азырақ. Сондықтан, мысалы, және 100 мыңның елуі 5 миллион. Түсінікті ма, маған кішкене қиын да әлі үйренбедім. Бірақ шамамен логикасы сондай. Өйткені оларда инфляция өте жоғары, и осылай істеу керек. Taksiler көп Нью-Йоркта аралайсың. Some people are white, some people are Muslim. They are all people. I think there's nothing different except governments. They do war, they separate people, they make borders, they make Genocide. genocide, they make bombs. I don't know what's the benefit for them, but Divide and conquer. yes. Julius Caesar. Yes. He said that. So if you divide the people, it's easier to control them. Imagine if we lived in one country. It's harder to control them. So you were Iranians, and now governments have make some borders. Yes. This is Turkmenistan, this is Kazakhstan, this is Azerbaijan. All people are the same. We have family in Azerbaijan. Әрине бұл баланың сөздерін скептицизммен алу керек. Бәріміз бірдей емеспіз, бірақ сонда да түбіміз бір. Бәріміз адамзат болып адамбыз. Мұсылман елдерінің әжетханаларын білесіңдер ме, неге жақсы көремін? Өйткені мейлі мынандай болса да, мынандай жер бар. Дәрет алуға керемет. Дәрет алуға керемет, өйткені христиандардың елдерінде олар дәрет алмайды, сондықтан бұндай заттар жоқ оларда. Сондықтан дәрет алған кезде қиын. Қалайық, біз мотоциклдің үстіндеміз, бірақ ол маңызды емес. Ең маңыздысы бұл сағат мұнарасы немістермен бірінші дүниежүзілік соғысының кезінде салынған. Олар оны қолдан жасаған. Демек бұл қолдан жасалған жұмыс. Және әлгі күнге дейін бұл сағат секундына дейін нақты көрсетеді екен. King of the road, trailer for sailoring. Man, trailer for sailoring. Ain't got no cigarettes, but trailer for sailoring. Give, don't pay no. Trailer for sailoring. Trailer for sailoring. Ain't got no trailer
of sailor rent. Give man of me by no means. Give the road. Trailer of sailor rent. Man, trailer of sailor rent. Ain't got no cigarettes, but give man of me by no means. Don't pay. Trailer of sailor rent. Rules to let. Trailer of sailor rent. Ain't got no trailer of sailor rent. Give man of me by no means. Give the road. Окей, халайық. Мен осындай ресторандамын. И бір проблема. Мәзірлері арабша жазумен. Фарси, бірақ арабша. Мен оқи алмай тұрмын, бірақ қарым ашып тұр. Мен вегетариандық тағам іздеп мәзірден кішкене қиын болды, іздеп отырмын, сұрап отырмын. И сосын біресе жаңағы сорпа туралы сұрап бастайын. Кішкене дейін алады, маған сәмпл алып келеді. Демек, мынаның дәмін татып, маған ұнай-ұнамай шешуге болады. Көрейік ал, сорпа. It's interesting. Дәмі өте оғаш. Өте оғаш. Hamburger. Окей. Жаңа араластырамыз. Мен Табриздың негізгі саябағындамын. Және бірден көрсетіп көрейін дегем. Бұл менің шатырым. Және міне 1, 2, 3, ана жерде 4 жолдың арғы жағында тізіліп толық тұр. Андайда мен шошайып тұрмаймын. Бәрі көп болған соң шатырлар. Мен сол шатырлардың бірімін және мінекей осындай жерге таңғы ас ішуге келдік. Фуршет. Және бұндай саябақ. Әйнекпен жұмыс. Мына кешегі парк бар ғой, мен түсіруге үлгермей қалдым, өйткені телефонымда жада қалмады, бірақ мінекей осындай кальяндарды шегеді екен, және өте көп кальяндар болды кеше. Әр отбасыда олар пикник сияқты жатып алады, көпке төсеп жерде саябақта, и сосын әр қайсысында кальяны бар. Өте қызық, Иранда бәрі кальян шегеді. Hello. Қараңдар, жандар, маған осындай рол істеп беріп жатыр. Рахмет. Қалды метролары. Тіпті метрода емес, бұл метроларды. Мінекей, орындары. Оппа. Мінекей метроларында да көп, және олар бөлек секциясында. Керемет, бәрі аппақ. Бүткіл ғимараттары ақ. Білесіңдер ма неге? Өйткені бояқтар ыстық болған соң, қара түс ол ыстықты өзіне қарай тартады ғой. Сондықтан бәрін ақ қылуға тырысады. Ондай қатты ыстық болмаған үшін. Мінекей мейданы сағат менің аялдамам. Бекетім. Ал қалайық, дайынсыңдар ма? Бұл көк мешіт. Көк мешіт өйткені ішінің бәрі көк мозаикамен жабдықтанған. Қабырғалары бәрі. Қазір іштен көреміз. Егер бізді кіргізсе.
мінекей 6:30-ға шейін істейді екен. Мен бір 18 минут кешіктім. Өкінішке орай. Мейлі Техранда, Исфаханда, Ширазда әлі жетеді мешіті. Негізгі алаңдар. Жергіліктілердің реакциясын көрсетейін ба маған? Реакция жоқ. Салам. Yok bu yok. Para yok. Arkadaşlar Көріндіріп ол, так, тағы. Bölüm yok. Hey, I'm right back. Nice to meet you. Менің дәптерім бар еді, клиент көптеген елден адамдар келген дәптері бар екен, соған қазір жазамыз. Болсын, Әзербайжандар, аха, так, тағы Қытай, Жапонияр, мынау французша қателес жоқ, сүт, құдай сақта, мынау не? Венезеус, немісше, Бразилия, Түркия, көптеген елден жазған екен. Мінекей, бізде осындай неге кірдік дәптерге. Жақсы, сау болыңыз. Сондай кальян шегетін жер бар екен, клин кальянмен отырады. Және бұл кафе ма? Бұл жерде емек бар ма? Яқшы. Мен сарымсақпен. Бұның ішінде. Бәсе, қияр gibi. Дәмі. Ama bu ayran. İran ayran. İçmedi. Hoş. Bu ayran, İranның ayrаны, дәмі, тұздалған қияр сияқты, ішінде қияр мен сарымсақ бар дейді. Мінекей метролары өте үлкен екен. Влогыма сәлем деңдер.